Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналға қош келдіңіздер. Қытайдан осындай мобильный кондерға заказ бердім. Вентилятор кондер деп те атайды. Мінекей төбесінде осындай дисплейі, оның төбесінде осындай су құятын жері, сенсорный кнопкалары бар. Мына астында осындай синий бөтелкелерді холодильникке мұз қылып қатырып, үйіңізді осылай салқындатып аласыз. Как кондер сияқты жұмыс істейді дегенге мінекей осындай болып келді. Бұл товарды мен Хит Карго арқылы алдым. Қолыма 16 күнде алдым. Сайттағы бағасы 211 юань. Мінекей осындай подставкалар мен синий бөтелкелері 8 штук, барлығын толық салу жеркен. Весіна, бұл товардың весі 5 кило 380 грамм болды. И суммасы 12.509 теңге. Общий келумен, общий бағасы осы вентилятор кондердің общий бағасы келумен доставкасымен барлығын қосып есептегенде менде 28.000 теңгеге шықты. Мінекей осындай 8 бөтелкелердің бәрін салған. 110 сантиметрлігіне заказ берген, но прям әжептәуір үлкен көрінеді. Мен осындай прям жуан болып келеді деп ойлаған жоқ. Мінекей мына жерінде жоғары жағында су құясыз, мынандай екі бөтелкені морозильникке мұз қылып қатырып, осы жерге су құйып, мына жерге саласыздар. Негізі үшеу сондай да сияды, әжептәуір іші кең. Мына жерге осылай пультпен қосып алсаңыздар болады, немесе жоғарында тұрған сенсорный кнопкалар арқылы қоссаңыздар болады. Қазір данный момент 24 градус көрсетіп тұр. Бұл кондерда, вентиляторда 3 режимі бар. Мінекей 1 қазір көрсетемін. Оңға солға айналып тұрады бұл кондер. Одан бөлек жаңағындай 3 режимі бар. Бір деген слабый, одан кейінгісі кішкене қатылау, одан кейінгісі одан ары қатты деген. Бұдан бөлек тағы 3 режим бар. Ол режим дневной, мінекей мынау природный, дневной, обычный деген режимдер бар. Осы режимдерді қосып қолдансаңыздар болады. Тоже жақсы, әртүрлі режимде дыбыстарында айырмашылығы бар. Каждый режимде өзінің прям қатты емес, ақырын деген сияқты. Еще бұл ауаны да увлажнять етеді. Айналдырмай бір режимді қалдырып қойсаңыз болады. Мынандай төбесінде сенсорный кнопкалары бар. Прям жақсы жұмыс істейді. Прям түртіп қалсаңыздар все шиқылдап істей береді. Әртүрлі режимде бұл жерде де ауыстыра берсеңіз болады. И пультте де бар, әртүрлі режимде бәрін ауыстыра бересіз. Жалпы Қытайда бұл кондердің неше түрлері бар. 360 градусқа айналатындары да бар, төбесінде де бұрайтын бірдеңелері де бар, дисплей мен дисплейсіз деген 4 түрі бар. Қалаған алып қолдана берсеңіздер болады. Мінекей мына жерде біз басында әрбір кнопкасын басып тексеріп, қай кнопкасы қандай жұмыс істейді деп тексеріп отырғанбыз. Басында мінекей сіздерге 25 градус көрсетті, одан кейін 24-ке, 23-ке, каждый 10-15 минут сайын түсіп отырды. Видеоның соңында сіздерге өзінің дыбысын қазір көрсетем, өзінің дыбысы қандай екенін. Мінекей дыбыс прям қатты деп айта алмаймын, прям ақырын деп айта алмаймын, но нормально дыбысы бар. Кәдімгі кондерлардағы дыбысы сияқты. Егер ұзақ уақыт қосатын болсаңыз, кәдімгідей тонып қаласыз. Бұл вентилятордың астыңғы жағында осында су құятын жері бар. И сол су құятын жері арқылы ішінде қаншалықты су қалғанын біліп отырасыз. Данный момент 24 градус көрсетіп тұр. Мінекей сосын міне ол дисплей постоянно жанып тұрмайды, арасында өшіп қалады. Когда сізге керек емес кезде өстіп мына жерін басып қосып аласыз. Мына кнопка арқылы сіз жаңағы природный режим, ночной режим, обычный режим деген сияқты режимдерін ауыстырып аласыз. Ночной режимде желі прям біресе қатты, біресе ақырын соғып тұрады. Сосын ортасындағы кнопка осы вентиляторды оңға, солға бұрылтатын қып қоясыз. Егер жоқ, маған ондай керек емес десе, тоже алып тастайсыз. Одан кейінгі кнопка холодный режимді қосасыз. Осы кнопка арқылы ең соңғы кнопка мінекей 1-ден 3-ке дейінгі режимді ауыстырасыз. Одан бөлек бұл
вентиляторда өстіп сағаттарын қосып қойсаңыз болады. 2 сағаттан кейін өшсін, немесе 3 сағат, 12 сағатқа дейін режимді қосып қоясыз. Қай уақытта өзі өшсін деген, данный момент менде 2 сағаттан кейін өшсін деген тұр. Барлығы нормально жұмыс істейді, өзімізге ұнады, өте ыңғайлы. Осы кондердің, вентилятордың ссылкасын осы видеоның описаниясына қойып қоямын. Сол жерден алсаңыздар болады. Видео пайдалы болса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.